Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазір жастарымыз орысша сөйлегенде сән көретіні жасырын дүние емес. Білмей тұрса да бір нәрсе деп қалуға тырысады. Паскаль айтпақшы, мақтамаса да өзі туралы айтқанды жаны қалап тұрады. Алайда сол керемет санайтын орыс тіліндегі көп сөздердің түп төркіні түрік тілдерінен шыққанын жастарымыз біле ме екен? Ендеше тыңдаңыз. Орыстардың корзина деп жүргені түркі сөзінен шыққан. Ол былай: алтын ордалықтар орыс жеріне салық жинай барғанда қоржын деп қоржындарын көрсеткен. Ал орыстардың әр сөзге а әріпін қосып сөйлейтін әдеті бар ғой. А корзин что ли деп аталарымыздың қоржынын алтын мен күміске толтырып беретін болған. Корзина, қоржин сөздерінің мағыналарында айырма жоқ. Қалта деген сөзіміздің өзі олардың билеушісіне лақап есім болып қойылған. Орыстардағы атақты Иван Калита деген Мәскеу билеушісі кәдімгі қазақ тіліндегі қалталы Иван деген сөз. Сонымен қатар қазір солдат десеңіз бәрі орыс атау деп ойлайды. Негізінде солдат деп жүргені көшпенділердің үнемі ат үстінде жүріп өмір салтын ұстанғандығы ескі сөзден шыққан атау екенін көбі біле бермейді. Солдат деген бұл қазақтың кәдімгі салт атты деген екі сөзінен қосылғаннан шыққан сөз. Сіздерге қызықты болса бір статистиканы келтірейін. Мысалы, ғалымдардың айтуынша әлемде 6500-ден астам тіл бар көрінеді. Зерттеу бойынша әр 15 күн сайын бір тіл жойылады екен. 15 күн сайын бір тіл жоғалады. Себебі сол тілде сөйлейтін халық жойылып, немесе өзге халықтың құрамына сіңіп, өз тілінен тірідей айырылып жатыр. Біздің солтүстігімізде орыс тілінің ықпалынан 47 тілдің тек 6-ы ғана аман қалған екен. Бұл нақты факт. Қазақ тілінің де оңып тұрған шамалы. Сіздерге тағы да тарихтан мысал келтірейік. Баршаларыңызға белгілі, Еуропадағы ең дамыған Чехия мемлекетінің ана тілі, яғни чех тілі, негізінен 15 ғасырда пайда болған екен. Жаңа заман басында немістер Чехия жерін езгіге салып, халқын құл етіп, ұлттық рухын түсіріп, жаулап ала бастайды. Немістер жергілікті чехтарды қудалап, жерлерден ығыстырып, чех тілі кейін пайда болды. Кезінде бұл жерлер біздің неміс бабаларымыздың жері болғанын дәлелдеп береді. Идеология деген керемет дүние ғой негізі. Осындай бұлтартпас дәлелге сенген чех халқы әбден титықтап, амалсыз жауға беріледі. Бұл дегеніңіз тұтас ұлттың жойылып, немістің құрамына кіруі болатын. Осы кезде ешкім ойламаған жайт орын алады. Қызықты қараңыз. Күрестің басқа амалы қалмаған соң, чехтің бір ғалымы монастырдан табылған тілдердің шығу тарихы жазылған кітаптағы чех тілінің шығу тарихы деген сөздегі әлгі 15 ғасыр деген цифрдан алдындағы 10 яғни x деген цифрын өшіріп тастайды. Кітапты ашып қалсаңыз, 10 санын өшіріп тастағанын, чех тілі 5 ғасырда пайда болды деген жазуды көрсетеді. Бұл дегеніңіз чех тілі немістерден де бұрын пайда болған дегенді көрсететін. Осыдан кейін халық арасында чех тілі Еуропадағы ең көне тіл деген аңыз тарап кетеді. Оған сенген халықтың рухы көтеріліп, басқыншыларды елінен қуып шығады. Біз ешқандай тарихты өзгертейік, немесе бұрмалайық демейміз. Түріктің руна жазуы ықылым заманда пайда болғаны әлде қашан дәлелденіп қойған дүние. Ең болмағанда бабаларымыз қалдырған қазақ тілімізді, анамыздың ақ сүтімен келген ана тілімізді өз қолымызбен құрдымға жіберіп алмай аман сақтайық бауырлар. Жыланда ғана қос тіл бар, ал мен адаммын, яғни менің тілім қасиетті қазақ тілі. Тарих онлайн ютубқа ана тілінің мәртебесін көтеру үшін келді ағайын. Қазақ тілінің жанашыры болсаңыздар, бізді қолдаңыздар. Қазақ тілі бір күндері биік мінберлерден естілетініне мен сенемін. Себебі Абай мен Ыбырай сөйлеген менің тілім ешқандай тілден кем емес.